Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз пікірталас түрлері. Алдымен, пікірталасқа қатысушы адамның бойында батылдық пен сыпайылық, салқынқандылық, тапқырлық, сөзге тоқтай білу, ұстамдылық, білімділік сияқты бірнеше қасиеттер тоғысып жатуы керек. Сондай-ақ пікірталасқа түсер алдында мынадай нәрселерге ерекше назар аударған дұрыс. Бұл мәселе айтуға тұра ма? Пікірталасты ұйымдастырудағы мақсат қандай? Қарсыластың деңгейі қандай деген сияқты. Сонымен, пікірталастың түрлерінің бірі дөңгелек үстел. Дөңгелек үстел қоғамдағы өріс алып отырған өзекті бір мәселе жөнінде қоғамдық пікір қалыптастыру, көпшілікке ой тастау. Дөңгелек үстелге бірнеше адам қатысатындықтан, әр қатысушыдан мәдениеттілік, жалпы әңгімені үзбей өрбітіп отыру талап етіледі. Дөңгелек үстелде талқыланатын тақырып елдегі қордаланып жатқан мәселе немесе ел қызығатындай қызықты тақырып болу керек. Келесі, пікір алмасу немесе дискуссия. Пікір алмасу латын тілінен аударғанда зерттеу, талқылау деген мағынаны білдіреді. Мақсаты әртүрлі көзқарастарды анықтап, пікір алмаса отырып, дұрыс шешімге келу. Мұндайда арнайы баяндамаш белгіленбейді. Пікір алысуға жалпы көпшілік митингтер, арнайы комиссиялық мәжілістер, іскерлік сессиялар, тағы да басқаларды жатқызуға болады. Келесі, пікірсайыс немесе полемика. Пікірсайыс гректің соғысқұмар, дұшпандық деген мағынаны білдіреді. Өйткені пікірсайысқа қатысушылардың бір ғана мақсат болады. Олар қарсыласты ойсырата жеңу. Пікірсайыс пікірлер мен идеялар күресі немесе соғысы деп айтуға болады. Оған қатысушылар ымыраға еш уақытта келмейді. Олар жеңеді немесе жеңіледі. Пікірсайыс негізінен жаңа көзқарастарды енгізуге бағытталады. Келесі, ой көкпар немесе дебат дейміз. Жалпы ой көкпар француз тілінен аударғанда талас деген мағынаны білдіреді. Бұнда ой көкпардың мақсаты қарсыласының пікірін жоққа шығарып, өзінің пікірінің дұрыстығын дәлелдеу арқылы жеңіп шығу. Сайыскерлер құрамы 3 немесе одан да көп болуы мүмкін. Топ мүшесі спикерге сөйлеу уақыты белгіленеді және уақытты тиімді пайдалану керек. Өтілу тәртібі жақтаушы бірінші сөйлейді. Қарсылас оған сұрақ бере алады. Ал сұраққа қысқа да нұсқа жауап беру шарт. Келесі кезекте қарсылас сөйлеп, оған алдыңғы шыққан адам сұрақ қоя алады. Және ой көкпардың соңында төрешілер, сарапшылар мен көрермендердің дауыс нәтижесінде кім жеңеді, кім жеңіледі, сол айтылады. Келесі, айтыс. Айтыс қазақ ұғымында ерекше, жақын нәрсе. Өйткені Мұхтар Әуезов аталарыңыз айтқандай, айтыс қазақ өмірінің, халық өмірінің айнасы. Айтыс пікірталастың бір түрі болғандықтан, оның ішінде қазақ ұғымына жақын нәрсе болғандықтан, айтыс бір ерекше өнер түрі болып табылады. Басқа пікірсайыс түрлеріне қарағанда, айтыс ерекше әуенмен, әуезбен, бір ырғақпен және ерекше аспаппен, домбыра немесе қобыз сияқты аспаптармен, сүйемелдеумен ойналады. Пікірсайыстың бір түрі болғандықтан, айтысқа тән заңдылықтар бүкіл айтыс бойына сақталады. Қарсылас бір-біріне ой сұрата соққы береді. Қарсыласын алдап арбап бүріп жатқан, артынша анаконда ақынсың деп балғынбек имашыпта бүрін қатқан, апырай атағыңды естіп алып, менің де болып қалдау мұңын батпан, мені қойш жартақ сағат айтсамын, жолдасы қалай мұның қыбын тапқан. Жаны сыры жан екен күйеуіңде, жыламмен жылдар бойы тұрып жатқан. Жылан дегенің не пәле, бір түрлі екен амалың. Жыланға теңеп әткеңді сөзін айттың ғой баланың. Ақын атым құрысын, бермесем дұрыс жауабын. Жыланы емес шөлейттің, ұларымын ұлы тау құлан.
жанымын даланың. Күйеуім тұрса меніммен, сенімді оның сергем, мен оның жұмсақ көжегі бағатын ылғи қабағын. Ал айтысқа келгенде қарсыласқан ақынды жыландай болып шағамын. Анаконда емеспін, құрсақ көтерген анамын, кобра ұстаған жан емес, домбыр ұстаған сарамын. Қонағыңның төрдегі жылан дегенше сен мені жыландай анау тіліңді тартып сөйлеші, ей қара. Бұрынғы кезең мен бүгінгі айтыстың арасы жер мен көктей. Зерттеушілердің айтуынша, қазіргі уақытта киелі өнердің алтын ғасыры орнады. Десе де от ауызды, орақ тілді ақындарымыз бұл күні нені мұңдап, нені жырлауда. Бергі шоғыр мейіз ағамыз Мұхамеджан Тазабеков, Оразалы Досбосынов, Балғынбек Имашев ағамыздың барлығы қатары шыққан ақындар легі бұл айтыстың бір ерекше көші десек болады. Айтыс десе делебесі қозбайтын қазақ жоқ. Сүйінбай мен Жамбылдардан мұра боп қалған қастерлі өнер бұл күні қанатын кеңге жайып, тың сипат алды. Тамырын тереңге жайған халық ауыз әдебиетінің бұл түрін бабадан қалған аманат деуге болады. Әлбетте, өзіне сай артықшылығы, өзіне сай кемшілігі бар. Кешегі біздің аға буын ақындарымыздың бойындағы бар көп қасиеттер кей жағдайда жасыратын жоқ, жастардың бойында жоқ әлде де. Ол мақам тұрғысынан болсын, сөз қолданыс тұрғысынан болсын, біздің осы тәуелсіздік жылдарындағы айтыс, бұл шынымен айтыстың өзінің іргетасын қалап кетті. Көне замандардан жалғасып келе жатқан халықтық өнеріміз, қаймағы бұзылмаған қалпы, өз даралығын өзге жұртқа танытып келе жатқан төл мәдениетіміз саналады. Сондықтан бүгінгі айтыстың мәртебесі ұлт мәртебесімен пара-пар. Сонымен пікірталастың бірнеше түріне тоқталып өттік. Алдарыңызға тапсырмалар беріледі. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.